Жігіттер, мұнда кетті. Не болып қалды сен? Бір қызық әңгіме бар. Мектеп, сабақ, сағат, жиналыс. Өстіп жүріп, Орынбай Тайманованда өнер және саз мектебіне жарты ғасыр толғаның кеше ғана осы мектепте оқып жүрген кішкентай қазірде барлық бізбіне ұстап өмір асымалап оны ғой өзі қанша сұлтан бойы мынадай өзі кішкентай алыстан қарасаң өзі домбырасы көреді сөйтіп жүрген сұлтан қазір театр бөлімінің маманы біз актерміз өмір кино тым қысқа кім суретші кім ұста Актер болып кетеді. Жігіттер, Асан ше біздің. қай Асан? Вокалдан сабақ беріп, Асан ше? Сағындым сені. Жігіттер, осы Асан ше? Осы музыканы оқып жүрген кезде Ақназ апайда оқитын еді ғой, сабақта үнемі жылап қала беретін еді осы, бірақ осы Ақназ апайдың сабағына барсақ, осы Асан таппайтынбыз. Үнемі хорда Әсия апайдың сабағында отырады. Жігіттер, мені қойыңдаршы. Ақтөбе неше? Естідің мен? Өзі бір ерекше еді ғой. Меруерт апайдың қасында майысы, домбыра тартып отырсын. Қазір өзіміз қатарлы мұғалім. Сол Ақтөбе Сарыағашқа жарысқа барған кезде ше, бүкіл зал қошеметтеп, шапалақ ұрып, гүл шоқтарын лақтырып атқан кезде гран-при алды да жылап қалсақ. Бәрін айтты, бірін айтты. Асеке болды айтсаңшы Асеке. Ізде керек пе? Сонша көрдіңіз. Мұғалімі Алмат ағай. Домбыра. Кіреді екен. Ағай, далаға шығып келуге бола ма деп сұрамады екен. Алмат ағай жібереді екен. Ой, Асеке жіберіп айтсаңшы. Сізден дегендер үйіне қайтып кетеді екен. Оны Алмат ағай іздеп жүрген. Әдішәді көріңдер ма деп. Асеке, мені қойыңызшы. Біздің салтанат бар ғой. Бейше қазіргі. Тәжірибе салтанат. Ол бірінші біздің мектепке домбыраға түскен. Оны бітірмей жатып, қобызға түсті. Одан кейін фортепианоға түсті. Қазір қандай мамандық есеген білесіңдер ма? Білдей хореограф, бейше. Қошеметтеріңіз қайда? Есіңде ма? Асан есіңде ма? Біреуге есіңде ма? Сұлтан ағайдың сабағында ше оркестрде. Жұма күні Асан 9:45-те бәріміз келеміз залға, бәріміз келеміз, келсейік. Келесің бәріміз домбыра тартып сабақ отырған кезде мынау ішегіміз қоя береді. Ал Сұлтан ағай ұрыспайды, үндемей келіп бұның домбырасының ішегін жалғап беріп, ары қарай сабақ жалғастырып жүреді. Есімізде. Жігіттер, негіз біз кішкене көп сөйлеп тұрған сияқтымыз. Бұлай енді өнер мектебіне 50 жыл толып атқан екен, осы мектебімізді сыйлап қаншама түлектер осы жерге ат басын тіреп кеп жатыр. Енді шыны керек, осы жерде отырған екен, сол түлектерді ортаға шақырсақ деп отырмыз, Арнайы кезінде қандай Асеке? Балауса тобы. Балауса деген. Жігіттер, мұнда келіңдер. Балауса Қошемет құрметтеріңізбе. 2011 жылы түлектер. 2011 жылы Балауса тобы құралған болатын. Топтың жетекшісі Зайнидин Абдуай ағамыз тұғын. Қошеметтен қойсаңыздар. өзіміз кілеу білесіңдер, баяғыдай тұшықтай. Әдеттегідей. Болат, Бексат, Мұратбек, Арман, ол кезде қандай балдар еді? Кішкентай балалар еді, қазір өсіп кетті. Апам сам кеттің? Қайты?
Кешірді. Басынан. Басына. Астыма мінген алтын педагушка, педагушка. Шабағын көзін ашып, педагушка. Не стоит на свете жидетуге. Астана ойнап көрмей, маладушка. Дәсатай бербетай, дәсен бөлік албара, дәшкабай атсазай, өшірбек көрсірбек. Менен хорланай. Қыз олжалдас. Қылықты қыз Гүлнарай. Ұялшақ қыз Райханай. Еркегің алтынай. Орындық көпәй. Сүйгімді қыз Гүлсаяй. Қолаң шашым салтана. Я люблю тебя. Жылғы түлектер. Net ekranda байқағандай, жігіттерге мың алғыс.